Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ірімшік қосылған осындай лепешка дайындаймыз. Таңғы асқа өте керемет нұсқалардың бірі. Ол үшін ең алдымен 200 граммдай електен өткізіп алған ұнды ыдысымызға саламыз. 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық қамыр қопсытқышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және бөлме температурасында тұрған 200 мл сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң бір жұмыртқаны жарып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен шайқап аламыз. ...250 грамм ірімшікті үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Менде қаймақты ірімшік. Осының барлығын жақсылап араластырып, барлығын шайқап біріктіреміз. Міне осындай консистенцияда қамырымыз дайын болады. Қызып тұрған табамызға күнбағыс майын жағып, барлығын осылай щеткамен жан-жағына барлығын жағып шығамыз. Және қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Дәл осы көлеммен менде 3 дана лепешка дайын болады. Міне осылайша қасықтың көмегімен барлығын біркелкі етіп, сковородкамызға жайғастырып шығамыз. Бетін жауып 4-5 минут аралығында пісіреміз. Міне көріп тұрғаны бетін басып көреміз. Барлық жағы піскен болса, бетіне тағы да күнбағыс майын жағып, екінші бетіне аударамыз. Ол жағында бетін жауып, баяу отта 4-5 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылайша біздің бірінші лепешкамыз дайын болды. Оны табаққа орналастырамыз. Одан кейін тағы да кішкене ғана май жағамыз да қалған лепешкаларды дәл осы әдіспен пісіріп шығамыз. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің арнамда бұдан да өзге тағам рецептері бар. Ең алғаш рет көру үшін қоңыраушаны басып, қазақ тілді контенттің каналының дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Міне осылайша біздің ірімшік қосылған таңғы асқа дайындаған лепешкамыз дайын. Ол піскеннен кейін сары майды жақып шықсаңыздар болады. Сол кезде өте дәмді, сочный болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. 5-ақ минут қана уақыт алады. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.